Қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай ажурные блинчики жасаймыз. Тесік-тесік әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұз саламыз. Одан үстіне шекер салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бөлме температурасына болғаны дұрыс. Жылы сүт құямыз. Одан соң жақсылап араластырамыз тағы да. Үстінен ұн саламыз. Електен өткізіп салған дұрыс. Немесе түйіршік болып қалады. Оны да жақсылап араластырып аламыз біркелкі болғанша. Сода салып, жақсылап араластырып, оның үстіне ыстық су құйып қайнаған, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң сұйық май құямыз. Мен сұйық май құйған видеоға түспей қалыпты. Сіздер астына жазып қоям. Сұйық май құйып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аласыздар. Одан соң табамыз, қызып тұрған табаға бір ожаудан құйып пісіріп аламыз. Өте тез піседі, ары кетсе 1-2 минут көлемінде. Видеода көрініп тұрғандай тез-тез құю керек, сонда әдемі болып шығады. Осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Әсіресе балалар сүйіп жейтін таңғы астардың бірі. Барлықтарыңызға сәттілік. Және менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар.